Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз солтүстік Қазақстанда ТО Эсхоз деген шаруашылықта Ақбас палатасының мүшесіне келіп тұрмыз. Енді бүгін қызықты ақпараттар алдыда күтуде. Кеттік, бастадық. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз солтүстік Қазақстанда Северо-Казахстанская опытная станция шаруашылығына келіп тұрмыз. Ол біздің қазақ ақбас тұқымының палата мүшесі. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Қасымда Ерлік Қиясқайрович. Сіз енді мұнда бас маман осы да, жауапты бүкіл неді? Главный зоотехник. Главный зоотехник, бас зоотехник ретінде. Енді кішігірім бізге түсіндіріп айтсаңыз, біз бүгінгі таңда арнайы естіп, біз бүкіл Қазақстанға жариялады осы сіздің смарт пастбище деген туралы. Енді осы туралы кішігірім біздің жай қарапайым шаруашылықтарға түсіндіріп, тиімділігін, өнімділігін айтып кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Сізге қазақ ақбастың келіп жатқанына қош көрдік. Мынандай проект, осыны мындай жобаны таныстырып жатқанына біздің Қазақстандағы ауыл шаруашылық мамандарына бұл керекті дүние. Бұл біздің солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы негізінен тұқым шаруашылығымен айналысады, егін шаруашылығында. Бірақ соның ішінде де мінекей өзім 21-ші жылы мұнда бас зоотехник болып келдім. Енді біз анау жаңғыз егін шаруашылығы емес, мал шаруашылығын дамытайық деп, арнайы өзіміздің ақбас мал тұқымдарды жаңа алып, осыны осы жерде көбейтіп жатырмыз енді. Енді мына жерде қазір осы арнайы умный пастбище дейді, сол бойынша жасалған проект. Бұл проект негізі біздің қазақ агротехникалық университеті Сәкен Сейфуллин атындағы Астанадағы солардың жобасы, бұл ғылыми жобасы. Оның жаңағы жетекшісі Рашид Бақытжанович Өскенов, осы жаңағы Бостанов Сәуле Қуанышбековна дегендер бар. Осы кісілер мінекей осындай бүкіл енді коллектив ұжым ана жерде. Жаңағы бір кафедра емес, мал шаруашылығы байланысты. Мына жерде біздің Казатудың жаңағы ауыл шаруашылық университетінің басқа кафедралар бәрі жұмылдырылған. Бірігіп жасаған. Соның арқасында қазір мына цифровизация неше түрлі болып жатыр. Соның бәрі міне осы жерде қазір қолға алынған. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, қазақтың ақбас қазір сиырлары қанша бас? Мына жерде 56 бас қазір. 56 бас, 40 бас жаңа бұзауы бар жаңа. Керемет. Енді мына жерде өзі 90% айтуға отырсыздар ғой. Енді бұйырған 85%. Бұқалашылары жаңа қай жерден алдыңыз? Бұқаны біз Галийскіден алдық жаңа, Павлодар облысында бірінші категория бұқаны. Аналық бастарды? Аналық бастар біз анау Заградовканы алдық. Заградовка. Ақбас палатасы мүшесі? Иә, ол да Ақбас палатасы мүшесі. Бері тұрыңыз. Мына жерде айтпағымыз біздің Қазақстан елінде жайылым мәселесі өте күрделі мәселе. Әрине. Осы сол мәселені шешудің бір жобасы ретінде осы бізге осындай жобаны енгізіп отыр. Соны айтпағым, мына жерде бізде осы 70 гектар жер қоршалған арнайы электр қоршаумен жағынан. Енді бұл көрсек, мынаны қараңыз, мен байқағаным, тоқ қазір қосылып тұр ғой? Қосылып тұр. Жоқ, қатты тұрмайды. Иә, біле тұрмын, байқадым. Мынау енді сіздердің өздеріңіздің тапқаныңыз, өйткені басында мал үйрену үшін, дауысы шығып тұрған кезде малдың үйреніп, тоқтап қалып, ескеп мөрімен сол кезде. Өйткені көбісі енді жаңадан қойған кезде білмейік, байқамай өсіп кетеді. Осы перемычка жасаған жоқсыздар ма сіздер? Жоқ, ондай жасадық, бірақ ол ана жақтарда жасадық. Ар жақтарда да. Бір немен арматурамен, екінші арматураның ара қашықтығы 15 метр ме? Біз 15 метр дегенбіз, былтыр мысалы кейбір 15-20 метр. Ешқандай ол жағынан жаңа проблема жоқ жаңа. Өйткені көтеріп тұрса болды деген. Көтеріп тұрса болды. Сосын барып жаңағы мынау астындағы мына шөптерді бәрін қиып отқан дұрыс, өйткені жаңбыр жауғанда тиген кезде жаңағы масса жерге кетпесін деп. Енді мына жерде қазір 10 гектардан 7 секцияға бөлінген. Сол 7 секцияның арқасында жаңа мысалы былтырғы біздің немізбен былтыр енді жаңбырды болды да шөп шығымы жақсы болды бізде жаңа. Былтыр. Сонда жаңа бізде мына бірінші клеткадан 7-ші клетканы айналып қайтадан бірінші клетка келген дейін 2,5 ай өтті. Сол кезде жаңағы бірінші жеп болған жерлері қайтадан көтеріліп, бізге жақсы құнарлығы жер. Сонда мұнда қазір қоршалып тұрған қанша гектар жер? Общий жаңа қоршалған жаңа мына жерде барлығы 70 гектар. 70 гектар, 50
6 бас. Мында 100 бас енді немен жаңа Жоба бойынша бұзау. Иә. 100 бас, иә? 100 бас мында жаңа. 70 гектарға 100 бас. 70 гектарға 100 бас, бірақ біз анау клетканы секцияларға бөлгіміз, оның секцияларының есі 10 гектардан. 10 гектардан бір клетканың іші, иә, сонда секциясы? Сонда бір клетканың ішінде 7-8 күннен тұрады жаңағындар. Сонда осы ары қарай жүрсек, енді осы жерінде түсіндіре кетсек, сіздер сонда міне осы жерден басталады ғой клетканы? Иә, осы жерден басталады. Қазір екінші клетканы ашық тұр. Мынау қазір 6-шы клетка. 6-шы клетка. Бірінші клетканы жақтан басталады, мынау 6-шы клетка. Мынау соңғы 7-ші клетка. Мынау соңғы 7-ші. Оған әлі барған жоқпыз. Енді ішке кіріп, өтіп шықсақ, көріп. Көрейік. Өйткені енді мынау заборчигі мына жерінен ашылып. Иә. Бір-біріне тигізбей. Иә. Тоқ енді сәлді ұрады? Аздап қана. Аздап ұрады. 12 вольт. 12 вольт. А жойыл қанша жойыл ішінде? Ой, онысы білмеймін. Қанша жойыл, Васильевич? Сколько жойыл? 90 ватт, да? Қазір біз көреміз онда. Мында енді міне перемычка деп отқаным осы. Перемычка осы обязательно забордың қасында жасалынатыны. Ағашқа несімен? Пластмассы етілген. Өйткені тоқ кет қалмау үшін. Сосын заземленесі бар. Заземленесі бар. Өйткені жерде тұрмаса заземленесі тоқ ұрылмайды. Иә. Енді осындай көбісі енді электропастухтың тиімділігін көреді. Тиімділігі айналайын өте керемет. Көз ашылды. Мына жерде қазір малшы демалады. Ол қазір мына екі табында қарап жүр ол жаңағы. Мына қарайды жаңа суын қарап кетеді. Осын барып жаңа суға келген кезде ауру сырқауларын қарайды. Ақсақ тоқсақтарын қарайды. Бірдеме болатын болса жаңа ветврач бар, соған айтады. Одан кейін ат демалады жаңағындар. Иә. Аттарға жауырын шығармай нетпейді. Иә, тиімділік өте жоғары жаңағындар. Сол көз ашылды дейсіз. Өйткені көп шаруашылықтарға барамыз, осыны көрген кезде көзіміз ашылып қалды дейді. Малшының проблемасы да. Өйткені қазір малшы емес, күніне 1-2 рет қарайтын осы кісі керек болады дейді. Қазір бізде малшы табу қиын ғой жаңағы. Әрине. Жақсы механизатор, жақсы жаңағы малшы табу қиын. Мына жерде бала да істеледі бұны жаңағы. Кішкентай оқушылар каникулға шыққан жаңағы. Тек түсіндірсі болды. Мынандай енді электр қоршаулар барлық жерде бар, шығарылады, бірақ бұл жерде бір ноу-хаулары бұлардың жасаған жаңағы біздің агротехникалық университеттің адамдардың, мамандардың. Ол мынау жаңағы тұрған құрылғыларда. Ол құрылғылардың салмақ өлшеуі да мына водопойда. Мына жерге келеді, мысалы суға келеді, олар су ішкенде мына жерден келеді, салмақ өлшеледі. Мында сонда қараңыз, ең бірінші сұрақ туындайтын, мал толығымен тұрмайды, екі аяғымен алдында. Арнайы формула бойынша барып жаңа нетіп отырады. Яғни ол қанша су ішкенін анықтауға болады, қанша салмақ қосқан анықтауға болады. Сосын тағы да бір ерекшелігі, мына жерде арнайы форсункалар бар. Су ішуге келген кезде, мына жерде жаңағы нелерге ұшатын зиянкестер, шыбын-шіркейге соған арналған дәрі шашады. Яғни без стресс болмайды мына жерде. Бір ерекшелігі сол жаңа. Сосын барып жаңа тағы бір ерекшеліктері, мына су ішуге келген кезде малдың құлақтарында электронды жаңа сырғалары бар, биркалары. Және чиптары бар. Мында келгенде жаңа сразу ол өзі анықтайды, қандай сиыр келді, қандай бұзау келді. Сол бойынша, мысалы, біз 15 күн қойып қойғанбыз, жаңа обработканы, ветеринарлық препараттармен. Сол мынаған келген кезде ол анықтайды, сосын барып бір рет шашты ма, келесі ол, мысалы, су ішуге келген шашпайды. 15 күннен кейін қайтадан бір-ақ шашады. Автоматты түрде 15 күнге қойылды, 15 күннен кейін ғана шашылып отырады. Сонда мысалы суға кірген кезде малдың құлағы сырғасы оқылды, ол малға шашылмаған болса, онда сол дәрмекті шашып, обработкасын жасайды. Енді анау тағы бір ерекшелігі ғалымдардың неткен, мысалы біз кейбірде таңертең кешке бір-ақ суарамыз ғой жаңағы. Мына ыстық күндер ол 4-5 рет келуі мүмкін. Солында жаңағы есептеген кезде күніне 3,5 рет келеді екен жаңағы су ішуге жаңағы. Среднем жаңағы орташа есеппен 3,5 рет келеді екен. Қанша литр су ішкені? Қанша литр ішкені ол енді күннің несіне байланысты. Ыстығына? Ыстығына байланысты. Ауа райы егерде жаңбыр шашылып болса. Орташа шешім жоқ па? Орташа шешім 40-50 литр. 40-50 литр. Ал көрдіңіздер ма, міне құрметті біздің көрермендер, мында күнделікті айтылып отқан, міне ғалымдардың айтылуы бойынша күніне ыстықтың ауа райына байланысты 40-50 литр су керек. Сосын судың несіне байланысты ма? pH несіне тексерген жоқсыз ғой? Оны тексердік суды. Біздің мысалы солтүстік осы өңірлі проблема таза су жаңағы. Мына жерде су ашқылтым жаңағы. Жерлер кішкене сортаңдау жерлер. Енді мына жерде 40 метрге жаңа бөліп жеткен скважинамыз бар. Кішкене ашқылтым.
су. Аха. Бірақ анау ашық су қоймасынан емес, скважина ашқаннан кейін, жаңа салқын болғаннан кейін, олар өздерінің керекті сусындарын қандыра алады жаңа. Сосын мұнда байқап отырмын, міне көп неде проблемасы тоже водопойдың қасына бетонын салмайтынына, өйткені батпақ болып кетеді. Дұрыс айтасыз. Сол мынау ерекшелікті әрине бірден айтқым келетіні, бетонды бетонировать еткен судың қасында бетон тұрғаны дұрыс. Бұл енді ерекшелігі. Мында қарап тұрым, басқа, мында басқа түрі. Дұрыс айтасыз. Өйткені мынау былтыр бізде мынау болды. Былтырғы да? Былтырғы, иә. Мынау болған себебі мына жерде жаңағы кішкене экономить ету керек неден жаңа, металдан. Бірақ жаңағы мына жерде мынандай нелер бар, тесіктер бар. Мынаған жаңа су ішіп өткен кезде, мысалы, кейбірде екі бұзау келіп қабаттасуы мүмкін. Сол кезде биркасы барады да, мынаған жаңа кіріп кетеді, жұлынып қалады. Сол үшін жаңағы олар биыл мынандайды жасады. Мен айтайын дегенім, қандай көзіме түсетіні. Енді халықаралық нелер бойынша бізде білеміз Вайтели компаниясы, Интергада деген бар. Дұрыс айтасыз. Мұна тұрғаны GrowSafe Вайтели, но Интергада бойынша. Өте дұрыс айтасыз. Дұрыс қой да. Просто Интергадада толықпен тұрады, бірақ оныкі кішкене кіруі қиын болған дейді. Сіздер соны дорабатывать етіп, получается, доработали, өздеріңіздің ерекшелік шығарып отқан. Мынау енді шын айтқанда не ғой, жаңа эксперимент. Иә, осы ғой, осы беретін тәжірибе эксперимент арқылы. Ғылыми жаңа эксперимент жасамасаң, сен оның дұрыс-бұрысын қайдан білесің жаңа. Сол үшін жаңа олар жасап жатыр, мінекей, 3-ші жыл, алла жаса, енді плюс-минустарын қазір қарастырып жатыр. Қазір ананды... Мұнда сырға құламай ма? Кірген кезде? Жоқ, мұнда. Ондай проблема жоқ. Мына жерден тамаша. Тамаша, иә? Үй ұзынмен келеді, үстіне малдың үстіне де, дәрі-дәрмек шашылуы да. Иә. Бұл сонда қанша болды? Осы тұрғаны 1 жыл болды ма? Уже 3-ші жыл мына биыл. Мынау 3-ші жыл. Мынау енді бітіп жатырмыз. Так, кран жаққан екен. Жүріңіздер бұдан мынаны көрейік. Мынау міне сол жаңа пульт управление. Тоқта кетесек, қазір бірден өтіп кетсек. Өтіп кетейік. Опа. Мынау енді біздің солнечный панельден 6 панеліміз тұр. Енді 120 ваттық шығар, е? Біз анау былтыр мысалы бізде бір уақыт болды. Осымыз анау аккумуляторный батареяны жұмасына бір рет ауыстырып отырдық жаңа. Ал енді қазір биыл мыналаны қойғаннан кейін анау жайылым бастағанда қойдық солай. Солай до конца мінекей алла жазса. Ешқандай ауыстырып көру жоқ, өзі солнечный батареямен жұмыс істей береді. Енді мұнда біз заземлениясын көріп тұрмыз. Міне 4 заземлениясы, 2 аппаратымыз 250 вольттан, бірақ жойылы жазылмаған екен. Толыққан теріп тұрған екен. 7. 7 киловатт. Ұрып тұр, толығымен істеп тұр, солдың ішіне панельден. Аккумуляторлар, мұнда да... Арнайы кішкентай машинаның аккумуляторы бар ғой. Сол тұр ма? Сол тұр, иә. Мында жаңа тұрады ол. Все, пульт управлениясының бойынша тұр. Енді ары... Анау, когда свет жарық болмаған күндері, түнді, бұлтты күндері аккумулятордан. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, кем вы являетесь в этой организации? Я в этой организации работаю ветврачом. Зовут меня Ольга Анатольевна. Фамилию, я думаю, не надо говорить. Да, Ольга Анатольевна хватает. Вот, ветеринарный, да? Ветеринарный врач. Ветеринарный. Вот здесь мы как раз только что обсуждали вопросы именно распыления от насекомых, да, защита репеллентные. Вот какие вы препараты пользуетесь, какие обрабатываете, вакцинацию какую пользуетесь вообще в целом про вот эту сферу можете рассказать, потому что здесь у нас, до этого по зоотехническим нормам, по пастбищам рассказали. Можете рассказать по ветеринарным? Репеллентными средствами, препаратами мы пользуемся цифлунит и Санафлай. Пойдем, да, как раз. Здесь у нас стоят электронные счетчики, считывают тип. А вот где вы перемешку все это делаете, готовите? Вот вы здесь до этого не показывали? Да. Она уже сразу подключенная, да, стоит? Да, она подключенная, мы разводим, и потом оно насосом качается туда. Насосом, да, качается? Да. Здесь все вот разводится. Вот цифлунит, да, вы сказали? Цифлунит. Цифлунит. Да, и Санафлай. Вот можете показать здесь? Да.
Да, вот. А какую норму разбавляете? Насколько голов? Вот, ну, приблизительно здесь вы сказали, что 100 голов. Да, здесь 100 голов у нас. Ага. И мы разбавляем 20 миллиграмм на литр воды. 20 миллиграмм Да, на литр воды. Да. Это получается, если здесь вот 30 литров, сюда уходит у нас 300 миллиграмм. 30. 300 миллиграмм. И вот ее, да, разбавляете, потом Да, перемешиваете, мы чтобы... разбавили, поставили, и потом оно туда качается, опрыскиваются коровы. Они подходят, и, что характерно, компьютер уже знает, какую корову они опрыскивали, что дважды корову уже опрыскивать не будут. По истечению 15 дней? Да, потом по истечению 15 дней опять Обработка, да? Повторная, да. Получается. Да. Чем преимущество? Тем, что она бесстрессовая, да? Бесстрессово, во-первых, и во-вторых, коровы как бы, ну, нет у них такого гона, как при укусах бзыков, мух и так далее. Ну, себя хорошо чувствуют, да? Да, уже? они уже обезопасены от насекомых. А вот смотрите, у меня вот как вопрос, да, наверное, у фермеров, которые видим, что распыление рядом с водопоем стоит. Ничего страшного, что она попадает в воду, ту, которую она пьет. Ну, я в пределах нормы, она позволяющая, нормы, потому что распыляется, как лишнего, она да. Оно же по парообразом, воздуху, да? Да, по воздуху оно распыляется и оседает на теле у животного. В воду практически оно не попадает. Практически не попадает, да. И понятно. И плюс эта вода, она всегда, да, она заполняется, циркулируется. Ага. Вот. Потом, помимо, какие еще вы препаратами пользуетесь во время обработки или вакцинации? Ну, вакцинируем мы как бы плановые, которые дает государство, плановые вакцинации. Это сибирская язва, обязательно МКАР, нодулярный дерматит. Ну вот ящур теперь добавился. Ну, пастереллез тоже вакцинируем. Это там, получается, через промежуток определенный, да, программы животных идут, да, вот да. все пока не вакцинируется. После этого только выпускается, да? Да. Забор крови также делаем. Это начинается ветеринарные обработки у нас с марта месяца. Ну, вакцинации начинаем делать раньше. Начинаете делать раньше. Потому что там промежуток между вакцинациями, между разными вакцинациями, там где-то 2 недели, где-то 21 день. И вот мы выдерживаем этот промежуток и вакцинируем. Ну, как вот часто опять, какими частыми болезнями вы сталкиваетесь? Против чего вы в основном? Глазные, наверное, да, в первую очередь? Ну, да, в первую очередь у нас глаза. Начинается как тельзиоз, но это от мух. И вот поэтому мы, наши ученые, спасибо им. Распыление, да, обработку делаете бесстрессово, и по истечению 15 дней, да, тут человеческие факторы уменьшаются все-таки. Конечно, конечно. И насколько она намного уменьшилась вот сразу после? Да. Сразу, да, чувствуется, да, сразу. Что намного она... Потому что мы пользовались гелями, вот особенно были подвержены телята. Я вот видел на презентации, сказали, что вы брали кровь, да, экспериментировали, смотрели, насколько она еще держится, да, вот сколько дней распыления. Вот, да, это было. Это было. Вот, ну, в принципе, такие вопросы были такое, что которые каждого фермера, да, интересует. Конечно, потому что это сталкиваются все практически глазными проблемами, там, с хромотой, Да. Вот эти проблемы. Как принимать решение, вот обычно, да, фермеры, что можно, да? Вот сейчас одна из решений, можно сказать, вот такое распыление возле водопоя ставить. Мына жерге, мынау салмақтарын өлшеу үшін, толық кіру үшін. Толық кіріп, салмақ, да? Толық кіреді мындай. Анда жаңағы бұзауда, сиыр да жаңағы, бұқа да кіреді, тұзды жалайды. Сол кезде жаңағы оның салмағын өлшейді. Мынандай тұз қою керек жаңағы. Кейбір рассыпной қояды жаңағы. Тістерін бәрін күлді емалы қабаттарын бүлдіріп. Не тұз? Мынау жаңағы тас
не көбел тұздық емес па? Өйткені розовый түсес. Розовый көбел тұз дейді ғой. Жоқ, оны келмес. Розовый түсті дейін. Дұрыс айтасыз. Бұл кішкене ерекше екен. Каменный тұзды, ие. Қызғыл болады, жаңа не болады. Сіздер оны да қарадыңыздар ғой, да, минеральность. Ие. Енді қарапайым шаруашылықтарда возможность жоқ қой осының бәрін изучать етуге, қандай шаруашылық болсын, жаңа тұзды қою керек. Рассыпноймыз именно осынау жалағаны жақсы. Мынаның ерекшелігі жаңа мынау жаңбырда, қарда ермейді жаңа. Рассыпнойды қоясың, жаңбыр жауса еріп кетеді, қарда еріп кетеді, су болып жаңа. А мынау жаңа жата береді. Көрдіңіз бе? Керекті несінің мөлшерін өзі алады. Тұз болмаса білесіз ғой, жаңа ауру сырқау жаңа көбейетін. Иә. Мынау жаңағы тоже биыл қойған не құрылғы. Бұнда жаңа төртеуі келеді, мұнда сиырлар кіре алмайды. Арнайы бұзаулар ғана. Яғни анда қанша жем салдық, соны жаңа бәрін өлшеп отырады жаңа. Мұнда енді салмақ өлшейтін бар, иә? Мұнда жаңағы қанша жем жеді. Жем жегенін, бұзаулардың. Қанша жем анда бар жаңа, қанша олар жеді, соны жаңа бәрін өлшеп отырады жаңа. Мына жерде арнайы мінекей не жасалған, сиырлар кіре алмайды, тек қана бұзаулар. Осыда міне төртеу жасалынған. Бұл биыл жасадыңыздар? Биыл жасадық, иә. Бұл енді ғалымдардың өздерінің наработкасы қарау үшін қалай екенін ететін. Қаншалықты тиімділігін? Камералар тұр, тоже қарап отырады жаңа бұзауғын несін, онлайн режиммен. Мынау енді біздің разработка. Сіздердің? Иә, ТОСК схостын деп мен қалжыңдаймын жаңағы. Мынау өйткені қарапайым. Мынау бір жақсы жері, бұзаулар күн ыстықта келеді, мына жерге жатады. Су ішуге келді ме? Иә, жаңа біз келе жатқан кезде бір бұзау атып шықты ғой. Мына ішінде мысалы жем саламыз, жемді жеп қойыпты уже. Тұз саламыз, мына жерде су болады жаңа. Кішкентай кезінде анаған бой жетпейді, мұндағы су құйып қоямыз жаңа. Қазір енді өсті ғой. Қазір өсті, енді қазір не етеміз. Міне тұз мұнда да тұр, жем бәрін жеп қойған. Тұз анда да бар, мұнда да бар. Анжеке де қойдық жаңағы басқаларына. Мынау енді примерно чесалка ретінде жалғыз қоқы. Е, мынаны басында жаңа неткен қойған кезде, олар анау тоқ ұрғаннан кейін жақында қорқатын жаңа. Одан кейін барып көрді осы тоқ ұрмайтын. Одан кейін барып мына чесалка ретінде өзі пайдаланады. Иә, байқадым. Өйткені ана бетонға, столбқа мынаған. Ал негізі возможность болса жаңа покрышкалар бір-біріне болттап қойып қойса тіпті жақсы жаңа. Кигізіп қойса иә. Ал тағы да жүріп шықсақ, мына енді электропастухымызды клеткалардың жаңа. Қарайық. Сіз жаңа клеткаларды түсіндіріп айтыңыз. Онда өздері суға келген кезде мында демалып, сосын клетканы аузын ашып қоясыз, болды. Оны айдау керек емес. Оны айдап келу жоқ. Міне мына жерде киімділік осыда екен. Оны кейбіреулер айтады, бір клеткадан келесі клеткаға айдап шығарып. А мында өзім алдың өзі келді. Құр клетканың алдын жауып тастадыңыз. Өйткені бұлар үйреніп алды ғой. Басында мысалы білмейді, анау клеткаға мынаған апару үшін, ол кішкене әрбір баланы да үйретеміз ғой, қасық сатуға. Сол сияқты бұларды үйрету керек. Ал үйреніп алған қазір мынаны жаптың ба, мынаны аштың өзі барады жаңа. Сосын барып бір тағы қызығы, қазір сым тартылып тұрғаннан кейін олар жоламайды. Иә. Ана былтыр басқа ауылдың жаңа частный малдарға кіріп кетіп. Соған жаңа малар енді бүтін мал болғаннан кейін бәрі группироваться етіп жаңа соған барады ғой. Кім екен деп. Сонда әгілер жаңа қашты. Қашқанғанда кезде әгілер жаңа сымнан секіріп өтті. Сымды үзген, ал мына сымға барды тоқтап кетті. Тоқ жоқ. Тоқ болмаса да бірақ уже үйреніп алған. Біледі. Ар жақта тоқ ұрады дегендей. Мына жағы ашық ана әлі жақтан. Мынау жабық тұр. Жабық тұр ма. Ар жағы анау клетканы ашық тұрды ғой жаңа. Алтыншы клетка. Енді клетканы мынаны көрейік пе жүр, көрейік. Иә, жаңа шөптің травостой еді. Давай, көрейік. Сіз байқаңыз, сізді жақсы көреді екен. Мына бір жағынан, мына қарашы, мына бәрі не болып қалады, ертең органикалық удобрение болып жаңа мына жерде. Несі құнарлығы, жердің де құнарлығы өседі, иә. Өседі, иә? Мына күн ыстығын көрмейсің, бәрі жарылып жатыр бейшара, обал жаңа. Биыл енді ахуал жағдай бүкіл Қазақстан деп енді жаңбыр жоқ, не жоқ, ыстық болып. Жаңа сізге айттым, былтыр анау жаңбырлы кезең болды, жаз жақсы болды, однолеткаға өте тамаша болды. Сонда жаңа 2,5 айда бір келетінді. А біз енді қазір мінекей 2,5 айда екінші оборотты бітіріп жатырмыз. 6-шы. Ауа райына да байланысты. Сіздер оны өздеріңіз көзімен анықтап клетканы ашып тұрасыздар ма? Біз аны көзбен анықтаймыз, және аны аграр университетінің ғалымдары, агрономдар бар жаңа. Олар келеді, мына жерден проба алады. Сосын барып жаңа бізге ол пробаларды неге гистарға жібереді. Олар жаңа спутникпен тағы жаңа олар нетеді. Қарастырады да, сосын жаңа айтып отырады бізге, қашан нету керек.
қазір біз бұл жерде 3-4 күннен кейін ауыстырып отырмыз. 3-4 күннен кейін. 3-4 күн ғана да осы қазіргі таңда. Мысалы айтқанда бірінші неде біз 7-8 күннен болса, біз ана бірінші оборот кетті бізде 6-7 күн. Екінші оборотқа мен ойлап отырмын 3-4 күннен болады шығар деп жаңа. Мынау енді уже екінші оборотқа кетіп отырсыз ғой да? Или үшінші оборот па? Екінші оборот жаңа. Екінші оборот да? Екінші оборот мінекей бітірейін деп жатырмыз. Былтыр біз октябрьдің аяғына дейін ұстадық, мұнда мысалы біз 2,5 оборотқа жасадық. Біз уже міне 1,5, 2 оборот уже бітіруге жақынбыз. Мұнда тағы мынандай сұрақ туындайды. Енді қай мезгілден бастап кіргіздіңіздер? Қай мезгілде дейін тұрадың? Енді ол дұрыс сұрағыңыз жаңа. Біз оны ертелік шығарып келу жоқ. Өйткені жаңа травостой жаңа бүлдірмеу керек. Шығу керек, иә сол. Ол шені көтерілу керек, 15-18 сантиметр ме қандай жаңа. Сосын барып біз шығардық майдың 12-15-іне қарай жаңа. Өйткені өзімізде жем азықтар жаңа беретін мал азығы жеткілікті болды. Сосын барып әр уақытта жаңа неге шығарады, тойып жүріп шығару керек жаңа малды. Өйткені ол жаңа аш болып көп қуалып кетеді дейді ғой енді. Көп қуалып кетеді, сонда жаңағы егер аш болып кетсе, жаңа ол ана ненің тамырына қоса жұлып жейді жаңа. Сосын бар жұлып жегеннен кейін ол анау неше түрлі микроорганизмдер ішке енеді жаңа. Ал егер де жаңа ол тойып келетін болса, ол жаңа іліп шалып жаңа етеді. Және анау ең бірінші жайылымға шыққанда, көкшыққа шыққанда ішеді өтеді. Неге өтеді? Шықақтай бастайды. Өйткені жаңа ол көп жейді де жаңағы рацион бұзылғаннан кейін өтеді. Тағы да жаңа стресс, тағы да жаңа вес терет етеді, сүт кетеді. Салмаққа лақтырады ғой салмағына. Сол үшін жаңа тойды шығарған дұрыс. Негізінен осындай. Иә, сонда ал сіз тойдырып шығарып, шөптің несіне байланысты дейсіз ғой, 18-20 сантиметр өскенге дейін. Шөптің өсуіне байланысты. Қысқа қарай кіргізетін қар түскен кезде? Қысқа қарай енді шын айтқанда қар түседі, енді қар тұрақтаған кезге қарай жаңа. Және біздің анау жайылым шөбі қолжетімді болатын болса, оларға сөйтіп нетеміз жаңа. Енді мұнда 70 гектарға 100 шақты мал. Сонда бір 6 ай жүреді. Сонда бір басқа 1,5 гектар деп расчетпен де сіз істеп даже одан да аз. Осы дүние жаңа мінекей жетіп тұр осы 100 басқа жаңа. 100 басқа. 70 гектар. Анау қазір бізде бар ғой, ойбай жер жетіспейді. Үнемді қолданса, осымен жеткізуге де бәріне де жеткізу. Және де деградация пастбищ болмайды дегенде осы. Өте дұрыс айтады. Мінекей нағыз сол жаңа. Иә, проблеманың ең алғашқы проблеманың сол ғой. Деградация, эрозиясын шығару, сондай мәселелердің бәрін біркелкі мультипликативный эффекті болып тұр ғой. Сонда көп проблемалардың бәрін шешімін осыны қолданып. Енді сол біз арнайы да келіп осыны түсіндіріп көрсету, айту, өйткені көбісі ауылдың қасына малды келіп апарып қайтып келгенде жердің қасында, ауылдың қасында жерлердің көбісі енді деградировать етілді. Пастбищаларымыз деградация. А мұнда жерге подсев жасадыңыздар ма? Вот мінекей өте дұрыс айтасың. Мал мамандары всегда же подсев керек дейді жаңа. Иә. Мен сол агрономдармен жаңа сол айтам, мында подсев жасау керек. Олардікі жаңа не қалай полный жаңа рекультивация жасайық. Нетейік дейді жаңа. Енді мен айтам, полный нетпей-ақ қойық жаңа. Поверхностный улучшение жасайық. Яғни мынау эндемик растениялар қалсын жаңа өсімдіктер. Аналар дополнительно қосымша ретінде. Арасын мысалы созып па, бірақ жаңа бұға қандай жаңа растение егу керек жаңа нелер өсімдіктер. Яғни анау жайылымға тұрақты для вытаптывания сондай өсімдіктер керек. Сондай да. Мысал ретінде айтып бере аласыз, қандай өсімдіктер дегенде? Мысалы жаңа житняк деуге болады. Оның сабақ жіңішке жаңа мынау сияқты жаңа. Ал жаңа біздің анда костюлар бар, бұршақ тұқымдастар, олардың сабақтары жапырақ келеді жаңа. Осыны жапырақтары көп. Олардың жегені жейді, қалған жаңа тұяқтарымен кесіп кетеді. Амаларды мысалы басып кетсе де мынау қайтадан көтеріледі жаңа. Сынбайды, көрдіңіз бе? Житняк, мятлик, осыны тағы енді өзім агроном емес, осы дақылдарды егуге болады. Өйткені енді көбісінде де сұрақтар туындайды, подсев жасау керек па? Өйткені рекультивация дегенде жердің бәрін қопарып қайтадан егу деген, ол да бір жағынан дұрыс емес секілді. Біздің аталарымыз бұрын осы мен жаңа айтамай, если не болмайтын болса жаңа арнайы сеялка. Сол жаңа не егетін. Күзге қарай жаңа қолмен жаңа шашып шығады. Ана желді күні шашып шықса болды. Ана мына шөптер жаңа өлгеннен кейін өлі қау дейді қазақ жаңа. Сол мына жабады жаңа.
үстінен қар жабады. Уже вытаптывание болады жаңағы. Дополнительно. Көктемде ол шығады. Жердің құнарлығы кетпейді. Анау жаңағы табиғи өзінің ортасын бұзбайды. Сонымен негізінде сіздерде қазір жұмыстарын жүргізіп отқан жердің де құнарлығын есептеп отырсыздар ғой сонда. Қаншалықты жердің құнарлығы, мысалы осындай кішігірім 70 гектарда 100 малды ұстап, жердің деградациясы бола ма, болмай ма, құнарлығы, наоборот, шөптің құнарлығы көбейіп отыр ма деген дейді. Сондай сравнение де жасап отырсыздар ғой. Әрине, оны жасап жатыр, оны ғалымдар, жаңа агрономдар жасап жатыр. Оны да келешекте көрерміз, салыстырмалы түрде. Біз енді жаңа водопойымызды сіздер скважина дедіңіз. Скважина. Сосын мынау неге толтырылады ғой? Поплавочная система жасап отырсыздар ма? Поплавочная система жасадық, бірақ поплавокты алып тастадық осы жолы. Өйткені қазір күннің ыстығына байланысты поплавок үлгере алмайды жаңа беруге. Вот сіз дұрыс айттыңыз жаңа поплавочная система. Оны поплавочная система жаңа біз мында енді эксперимент ретінде неден салдық жаңа унитаздағы бар ғой кішкентай. Оның жаңа напоры аз. Мыналар жаңа келген кезде бәрі бірге жиналып келді ғой. Бұлар табуны инстинкт жаңа. Біреу келсе бәрі созылып кетті. Бір ішкенде 40-60 литр су ішетін болса, үлгере алмай жаңа поплавок. Толтыруға да? Сол үшін жаңа біз дополнительный шланг қойып қойдық жаңа. Чтобы ол мында құйып тұру үшін. Мында 15-тік да? Трубасы 15 арқылы, 15-тік жермен жібердіңіздер. Енді защитасын көрініп тұр, мынау жермен кетті. Мынау бізде толтырылады сонда. Мынау емкіс толтырылады да, емінде жіберіледі. Бұл өзі сама несімен нетіліп отыр ғой да? Бұл жерде ішінде поплавок тұрды. Мотор кішкенке жоқ қой, құр өзінің накатымен да? Өзінің накатымен. Накатымен кішкен биікке қойды. Скважина жерде тұр, будканың жанында тұр. Все. Мында енді аса қатты қиыншылықтың да ештеңке. Өте, қолай оңай ретінде жасалып отыр ғой, тәжірибе ретінде. Енді мында бірден айтқым келетін көп заттарды, нюанстарды жаңағыда осындай тесіктерді, құлақтың сырғасы құлап қалады деген. Осындай нюанстардың бәрін. Мынандайларды қойса, мынау енді ойлаймын, жаңа анаған темір кішкене аздау болады білем. И ыңғайлы, жан-жағынан жаңа малда қорқып қойды. Анда мысалы кіргені бір жабық неге кірген сияқты болды ғой. Қорқыныш пайда болады. А мына жерден жан-жағы көрініп тұрады, ол уже қорқып қойды. Мал мында тұрғанын көреді жаңа. Бұл жерде бізде оценочный бар. Арнайы жаңа неге бұқашықтарды биылғы туған жылда мұнда оценка қоямыз. Өз өнімділігі бойынша. Өз өнімділігі бағалауға. Сол арнайы біздің Қазақ агротехника университетінің ғалымдарымен бірге бұл жерде бірлесе жұмыс істейміз. Қазір мына жерде механический чистка болды. Бүкіл нелерді қиыларын бәрін тазаладық. Енді мына жерде химический обработка жасау керек. Қазір бәрі сенокос не болып жатқаннан кейін шөпті бұл жерде өсіп қазір қол тимей жатыр шын айтқанда. Бірақ қай мезгілде қамайсыздар малды өз өнімділігі? Октябрьдің аяғында қарай. Бұл жерге ноябрьде тұрғызамыз жаңағы. Ноябрьде уже тұрғызасыздар да? Мына нелерді бәрін ауыстырамыз. Заборлар жасай. Біздікі қарамал бәрі ашық. Ішінде раскол не ғой дейді? Жері мұнда көреміз ақы. Мынаның ішінде өткізеді. Мұнда қыста жаңа нелер жұмысшылар тұрады. Анау не оборудование Гроусейфтік сияқты өздерінің наработкасымен жасаған. Бірінші не ғой тестовый да жасаған? Ана жерде камералар нелері бар жаңағы. Кормушка ғой, получается, да? Граммовкасымен есептелді. Оны университеттің өзі жасаған ғой? Өздері жасаған. Ең бірінші версиясы да? Алғашқы версиясы, дұрыс айтасыз. Мынау жаңа біздің не, мұнда оценка жүргізетін. Раскол ғой, мынау бізде раскол. Оцинкованный. О, мынау не ғой, бразильский батура. Мен келгенде уже жасаған екен, 12-ші жылы ма, сонда бұлар өткізген екен. Мұнда жаңа асыл түлікпен бірлесіп, осында қандай расколдарды көрмедім деп? Рашидпен Бақытжанович бірге жасаған. Мынау енді алқасы. Весасы бәрі бар жаңа. Мұн жерде комиссия отырады, бағалайды. Бағалап осында. Асиминатордың. Да. Жуып тазалап нетіп қойған жаңа, обработка жасаған мұнда. Мұна жерде жаңа арнайы кабинеттер, керекті жаңа мал шаруашылығында пайдаланатын аспаптар, құрал аспаптар, ветеринарный заттар осында тұрады. Мұн жақты жаңа неге бөліп қойғанбыз жаңа,
оңға солға. Аха. Мына жақтан шығайық, көрейік. Мына жерде жаңа скважина бар. Мына су келеді. Мұнда да мынандай құрылғы отыр. Мына жерге келіп жаңа су ішкен кезде ана шариковый поилка подогревымен сбежка жасалынады. Осындай. Скважина мында ғой, сонда да. Скважина мінекей осында, мындаdır. Мынау енді Кормушка анау. Кормушка мынау. Мұнда примерно испытанияда қанша малдай тұрады? Мына жерде былтыр бізде где-то 12 бас тұрды. 12 бас, е? Былтыр ана жаңа біз искусственно себебінен шыққан 7 бұқашық болды, поздний отел. Соларды осында ұстадық жаңа. Осында ұстадыңыздар да? 1200-1300 грамм суткасына беріп отырды жаңа. Ол среднем жаңа. Құр шөп, жем шөп берді бар? Бізде мұнда шын айтқанда былтыр ана не техникамыз жаңа дұрыс нетпей сценарий үлгере алмадық көп жасауға. Бізде жаңағы 18 жылғы не болды, силос. Соны пайдаландық жаңа. 18 жылғы силосты беріп, соның суточный привесі. Суточный привесі. Ақбастың мүмкіншілігі көрмейсіз жаңа. Ол бейімділігі. Суық жерде тұрады жаңа. Бізде шөп, сосын барып жем, құрама жем бізде жаңағы бұршақ, астық тұқымдастар жаңағы арпа, сұлы деген сияқты. Жекале қосамыз. Осында шөп, жем, мел қосамыз, премикстер қосамыз. Сөйтіп араласып соны беріп жүрдік. Мінекей проблема жоқ. 1200-1300-ден беріп тұрды жаңа. Среднем. Күнделікті қоспасы. Тәуліктік салына қоспасы. Мен мысалы практика жүзінде көріп отырмын, мысалы испытание спермограммасына тәжірибе бойынша өте көп сол спермограммаға келген кезде на выбраковкаға кетіп отқан бұқалар. Дұрыс айтасыз. Ол кейбір жаңа мына жерде ол тұрып қалды ғой жаңа. Сосын барып ол мүмкін. Ал ол ертең жайылымға шыққаннан кейін тағы да тексеру керек оны. Ол уже басқаша береді. Сол осындай. Кейбір жаңа экстерьері бәрі сәйкес келіп тұрар жаңа бал валидет бәрі керемет жаңа. Сыртқы дене мүшесі бәрі жақса, бірақ спермограммасына келгенде сондай болады. Бірақ оны сосын барып жаңа жайылымға шыққаннан тағы бір тексерсе, ол уже басқаша результат береді. Сол осыны нақты. Енді бір кейбіреулер болады, бұрын енді істемей қалғаннан кейін бір жұмыртқасы бір ғана болғандықтарды ол уже выбраковка сразу изначально. Сондай секілді нелер болды да бізде практика жүзінде кім өз өнімділігі бойынша оценка жасаған кезде енді қандай қиыншылықтар кездескенін бәрін біз анализ жасадық та сол кезде осындай выбраковкаға кеткен. Өйткені көбісі ойлайды, бірінші класстағы шаруашылықтар испытания қойған 60 бұқа қойды мысалы. Сізді мысалы 12 бұқа қойды. 12 бұқаның бәрі жақсы болмайды. Әрине, оның жақсартушы көрсеткіштері және артқа тартатын көрсеткіштері де бар. Вот сол себептен біз айтайын дегеніміз бүкіл бұқалардың испытания қойылған өз өнімділігі бойынша бағалауға барлығы жақсы болып шықпайды. Әрине. Мынау бөліп. Мынау жаңа ғана бізде сиыр бұзаулардың алдында жаңа күшөніп нетіп белгілері пайда болған кезде уызын іштірткеннен кейін мында специально кіргіземіз жаңа. Мына жер кішкене ақтасын ғой. Бір 3-4 күн тұрады жаңа. Осыны үйренгеннен кейін бар жаңа жүріп көрсетсек, мында қорада енді 3-4 күнге дейін уызын іштіртуі ғой. Иістеніп үйреніп алу керек жаңа. Сонда мында да шөп қолмен. Мында шөп береміз, сосын барып жаңа оларға силос ондай беріп келу жоқ па жаңа. Өйткені желіндері сыздап кетеді. Сол үшін жаңа грубый кормовой ірі азықтар береміз, сосын жем береміз аздап жаңа. Сосын жаңа мында глубокая постилка бұзауымен бірге болады. 3-4 күн болғаннан кейін жаңа оны қосақтап жаңа бір үйір жасаймыз бұл жерге. Кішкентай жаңа. Оны бір 2-3 күн жүргеннен кейін үлкен табынға жіберіп қойып. Өзіміздің ғылым дамыту керек. Өзіміздің ғылымды өзіміз қолдамасақ кім қолдайды жаңа. Біз енді шетелден келіп қорғап бермейді. Қашан олардың жаңа копировать етеміз. Олардың жақсылығын алу керек, жаманынан жиілену керек. Жақсылығын жаңа өзімізге бейімдеу керек. Жергілікті өзіміздің өңірге қарай бейімдеп, өйткені біздің өзіміздің өңірде талай бөлінеді. Әрине. Шығыс, солтүстік. Мынау енді жақсы көрсеткіштер, ыңғайлы. Жұмыс істеген кезде 2 адам жұмыс істей алады осында. Мойнынан жіпста
ана асарға адамдар шақыр, ауылдан көрші ауылдың бәрі көмектесесің деп, ондай керек емес. Жаңағы 10 шақты басты мысалы қойып қойдыңда, уже оценка бағалауға болады отырып. Анау қандай, мынау қандай көзбе-көз жаңағы. Осынан бандировканы осы жерден өткізесіздер? Осы жерден өткіземіз, иә. Керемет. Өзі де ылғалды, салқын, мысалы қазіргі таңда қыста жылы. Қыста специально не бар жаңағы обогрев. Вот осы қысқа мезгілде уже малдың өзі де кірсе де біраз жылытып тастайды ішкі жағын. Иә. Қара мал бешере сыртқа береді ғой жылуды. Жылқы болып ішінде ұстайды. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Чебуренко Владимир Владимирович. Очень приятно, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, вы здесь являетесь механизатором? Да, на третьеопытном. На третьеопытном? Да. Вот, пройдемтесь, да, вот про подбор именно рулон, вы подбор делаете сейчас сами. В эту тележку сколько примерно рулонов влезает? Она сыроватая, 14 тюков. Если больше, так входит 20 тюков. Еще на второй ярус еще ложится. Сверху, да, можно? Да. Она предназначена для 20. Да, 20. Сейчас то, что она сырая, а вы 14. Да, пройдемтесь рулону, да, просто пшеница. Пшеница, горох, тритикали и овес попадается. Овес, да, попадается? Да. Ну, вы сейчас повезете на базу, да. Там будете его сенаж, да, нового формата. Закручивать в рулон его. В рулон, и да. Там складывать сразу. Тритикали, горох. Надо влагасы сонда алпыс. Горох прям, мына горохта. Мынау арнайы сенажға арналған бізде бұны и грубый корма, и сочный корма ретінде пайдалануға болады. Шөптің, яғни пішеннің орнында, и жаңағы силос сенаждың орнында. 250 где-то килограмм. Жоқ, қазір бұлар ол сена жаңағы, пішен жаңағы. Мысалы 280-300 граммға дейін болуы мүмкін, килограммға дейін болуы мүмкін. Мынау жаңағы зерно сенажға арналған, оның влажности там 55-65% маңайында болу керек. 45-65-тір. Енді мынау жаңағы, поэтому оның салмағы 600 килограммға дейін. Көрдіңіз бе? И жаңа плотності да жақсы. Міне қарап отырсыздар, мұнда 25%-да жаңа несі бар, горохы, бұршақ, және мынау тритикали. Тритикалияның бір ерекшелігі бұл жаңағы бізде бұл Қазақстанға енді кіріп жатқан культураның бірі. Бізде арнайы мұнымен ғылыми жобалар бар жаңа өсіп жатқан. Бұл жаңағы бидаймен арыс дейді ғой жаңа, рож. Соның несі екеуінің қосындысы буданы шыққан, дұрыс айтасыз. Ал, саламатсыздар құрметті достар, біз ары қарай жалғастырамыз. Мында біз қазір бағана көрдіңіздер, поляда шөпті шауып, рулон тетіп отқанын, валок салып отқанын. Енді мында сол рулон шөптерді алып келіп, ары қарай обмотка сенажға, да? Иә, сенажға. Осы ғой жаңа 60%-дық дегенді. Иә. Мынау енді бәріміз көріп отырсыздар, көріп тұрғаныңыздай қысқы жем-азық дайындау малдарға. Сол пішендеме дайындау жаңа. Қазақша пішендеме дейді, орысша сенаж дейді ғой жаңа. Бұның ерекшелігі қазір бұнда алғаш рет тритикали дақылын пайдаланып отырмыз. Анау көмір су қоректілігін күшейту жөнінен. Екінші питательный сила белоқты қоректілігін жоғарлату үшін горох еккенбіз мұнда. Бұршақ. Қосымша ретінде бұршақ қосып отырсыз. 25-30% жаңағы бұршақ, қалғаны жаңағы тритикали. Бірінші жаңағы бізде поляда егілді, онда жаңағы бізде сұлы болды, тритикали болды, сосын барып жаңағы горох болды. Мынау екінші поляда қазір бізде тритикали мен горох. Енді екеуінің соотношениясында екі түрлі. Сондықтан жаңа қазір қыстық енді көрсетеді өздерін. Болған да опыт жасаймыз жаңа ғылыми. Тексеріп, қанша салмақ қосатын күнделігі осыдан берген кезде. Иә, дұрыс айтасыз. Енді мынау көріп тұрмыз, бізде обмотка жүріп жатыр. Обмотка жүріп отқаны целлофанға осындай 3 ретпен қойған кезде сақталуы қанша мезгілде сақталынады? Енді бұл сақталуы олардың тек жаңағы сипаттамасында айтады 2 жылға дейін бұзылмастан сақталынады дейді. Енді бір жағында анаэробный жаңағы ортада нетіледі ғой жаңағы, пісіп жетіледі. Мынау алғаш рет биыл осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Бұрын мынау көріп отырғаныңыздар силосный яма, онда Совет үкіметінде бұрынғы тракторлерді 2-3 сменаны жасап жаңағы 800 жүн табандары нетеміз күні-түні басқызып. Қазір мына жерде
шауып аламыз да түстен кейін я болмаса екінші күні жаңа ылғалдығына байланысты 55-65%-ның ары шамасында мұнда әкелеміз де осы жерде арнайы неге пленкаға жаңа ораймыз. Бір обмотканы жүргенде 18 рет 18 қаза оборот жасап жатыр. Енді биылша жаңа қарап жатқанымыз бойынша. Көрейік. Обмотка жасайтын несі. Енді бағана қарадым, МТЗ тракторын біреуі тұрады, өзі салып, түсіне қосымша келіп алып кеп тастаса. Мынау бізде маниту деген жаңағы, яғни мына әкелген егістіктен рулондарды осы жерге әкеліп салып отырады. Ана өзі жаңа крутит етті, арнайы өзінің технология бойынша дайындап тұрады. Осыны анау жаңа ана жаққа үйе береді. Мұнда тұрсақ, бұнда тұрып, жұмысымызды көрсетеді, жаңа обмотка жасауын. Енді ана қарасаңыздар, ана вертикальның несі массаға қандай алып көрсетейікші. Ана бидайдың қазір несі масақтары бұндай емес жаңағы. Мұнаныкі мінеки вертикальның несі қандай. И сабағының ұзындығы. Мұндай биылғы засуға уақытында, құрғақшылық уақытында осындай өнім беріп жатқаны өте қуанышты жаңағы. Мынау жаңа түсіндіріп өткендей өзі енің қосымшасы дедік қой, бидаймен жаңа арыстың. Қосымшамен көрдіңіз. Енді мұнда құр тоқтың арқасында өзі айландырып тұр. Өзі мобильный керек кезінде жылжып отырады. Мұна негізі өзі де былай жасай алады, ана жерге барып. Барып, әр полядан-ақ жүріп орап тұруға болады. Біз анау әдейі етпей жатырмыз. Мына жерде маниту бар, манитуға мобильный тезірек қимылдайды. Сол үшін соны жаңа пайдаланып жатырмыз. Әрі жаңағы екі жағына захваты бар, аккуратно жасайды. Астына сабан төседік, ананың асты бетон ғой. Сабан жұмсартып. Кесілген жерлер болатын болса, жаңа сабақтары, оны скотчпен арнайы қиыттеп отырамыз, ауа кірмесін деп жаңа. Қосымша, Қосымша, Оны әдеки бізде Виктор деген азамат қарап отырады. Жақсы. План бойынша 1200 тонна бізге сенаж дайында көрек. 1200 тонна жоспар бойынша. Жоспар бойынша 400 тоннасын жасап тастады. Енді Алла жазса осы бір 5-6 күн ішінде бітіреміз деп отырмыз жаңағы. Ал енді ауа райы болса енді. Түсінікті, күш қуат берсін енді, осы бәрі еңбектеріңіз бәрі ақталсын. Осындай жаңа технологиялар көп енсін енді біздің Қазақстанда. Қол әлі істеп отқан. Ерте қыста ашқанда жаңағы былай қарап жатырмыз, осында күйінде сақталады, жарасыл күйінде. Яғни құрамында қоректі заттар бәрі, витаминдер особенно жаңа сақталады деген сөз. Протеин сақталады деген сөз. Бұрынғы технологиямен біз анау 25%, 15% жоқ дегенде 25% жаңа далаға кетеді. Үсті жаңа екі жағына отходқа. Мына жерде міне көрдіңіз бе? Отход деген болмайды деп үміттенеміз енді Алла жазса. Керемет. Ал еңбектеріңіз ене берсін. Көп рахмет сізге. Бір талай бүгін жүріп біраз не көрсеттіңіз, өз нелеріңізбен бөлістіңіздер. Қандай да келешекте енді бір кішігірім 2-3 шаруашылық болса да осына енгізсе, смарт пастбище дейді, тағы да Қазақстан түкпір-түкпір жағында енді тек қана солтүстік емес, оңтүстігінде де, батысында да, орталығында да, шығысында да осындай тәсілдерді қолданып, келешекте енді оң нәтижесін береді деп сенімдеміз. Мал шаруашылығы енді бізде ата-бабамыздан келе жатқан кәсіп, ата кәсіп. Енді ақбас сиырымызды көбейе берсін. Бұл тек қана Қазақстанда ғана емес, бүкіл сыртқа да шығып, келешекте енді бүкіл әлемге де таралсын деген осындай кішігірімнен басталып. Айтқаныңыз келсін. Енді біз барымызбен базарлық көрсеттік. Енді біз анау опытный станция болғаннан кейін жаңағы мынау тек қана өсімдік шаруашылығы емес, мал шаруашылығында жақсы көрсеткіштер, жаңа асыл тұқымды малдар ұстайық деп жаңа ақбасқа дем қойып жатырмыз өзіміздің жаңа тұқымдарға деп. Жылқыдан көшім тұқымын жаңа нетіп жатырмыз. Ғалымдармен бірге жаңа арнайы палаталармен жұмыс істеп жатырмыз. Сосын осындай дүниелер енді анау тегінен тең айтпады ғой. Неме дейді, коровы молоконы языке деп. Малдың азығы дұрыс болса, біздің жаңағы ақбастың көрсеткіштері биік болуға тиіс. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Аман болайық. Аман болайық. Ал құрметті достар, бүгін біз солтүстік Қазақстан облысында Шағалалы ауылында Эсхос шаруа қожалығының қазақтың ақбас тұқымының палата мүшесіне
экскурсиямыз видеосы аяқталды. Келесі видео бөлімдерінде көріскенше сау саламатты болыңыздар.